Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында печенье жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі ыдысымызды алып, 3 жұмыртқамызды шағып аламыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Маргарин болмайды, сары май болу керек. Одан кейін шай қасықпен 1 шай қасық қопсытқыш, тәтті болғанын қаласаңыздар 5 ас қасық құмшекер, мен 3 ас қасық қостым. Өйткені дәмі жақсы болады, өте тәтті болмайды. Осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды біртіндеп салып, бір массада нан илеп алатын боламыз. Мінеки осындай жұмсақ масса болу керек. Ұнды көп салып жіберсеңіздер, нандарыңыз қатты болып қалады. Осындай формалармен кесіп аласыздар да 180 градуста 20 минутқа пісіріп алсаңыздар, осындай дәмді печеньелер шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер.